Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 32-ші сабақ. Кім күшті ертегісі? Ертеде аң патшасы арыстан болыпты. Ол әлемдегі ең күшті ол мен деп мақтанады екен. Арыстан бір күні өзінің сөзін дәлелдеп, аңдарды таң қалдырғысы келіпті. Осы орманға жақын жерде егістік бар екен. Сол жерде үлкен бір трактор тұрады екен. Арыстан сол трактордың қасына келіп, аңдарды шақырады. Жарандар, аңдар, келіңдер. Егер кімде-кім осы үлкен тракторды орнынан қозғалта алса, онда мен оған сыйлық беремін. Келіңдер дейді. Аңдар жинала бастайды. Қорқақ қоян келеді бірінші. Бірақ ол әрине тракторды қозғалта алмайды. Одан соң қорбаңдап аю келеді. Ол да тракторды қозғалтуға шықпайды. Ойланып тұрады. Бір кезде жолбарыс келеді. Арыстанның ұсынысын тыңдап, үндемей тұрады. Әрине, ол да тракторды қозғалтуға шықпайды. Сөйтіп аңдар үндемей арыстанға қарап тұрады. Темірге қарап ойланып тұрады. Ешкім жоқ па дейді арыстан қуанып. Бір кезде жылмаңдаған түлкі ортаға шығады. Қол қусырып арыстанға иіледі. О, мәртебелім менің, адамнан да күшті. Бұл үлкен темірді қозғалтатын күш тек сізде ғана бар. Сіз ғана қозғалта аласыз дейді. Арыстан да осы сөзді күтіп тұр еді. Арыстанға түлкінің сөзі ұнап, одан сайын мақтанып кетеді. Арыстан өзінің күшін көрсетейін дейді. Сөйтіп, жалын жалбыратып, тісін ақситып, темірге қарай жүгіреді. Темір мыңқ етпейді, яғни орнынан қозғалмайды. Арыстан бар күшін жинап алып, қайтадан атылады. Алып темір орнына жабысып қалған сияқты, қозғалмайды. Бір кезде адам келіп, алып темірге, яғни тракторға мініп, жүріп кетеді. Трактор ұзап кеткен соң, аңдар үнсіз қайтып кетеді. Кімнің күшті екенін аңдар енді түсінген сияқты болды. Оқушылар, қалай ойлайсыздар? Алып тракторды аңдар қанша күші болса да қозғалта алмайды. Себебі трактордың да тілін білу үшін жүргізуші керек. Білімнің күші деген осы емес пе? Оқушылар, сабақ түсінікті болды ма? Сабақ ұнаса, Суретті әдебиет каналына тіркеліп алыңыздар.